Сәлем достар! Ибрахим алейхиссаламға Алланың досы деген ерекше мәртебе берілген. Біз бүгін сіздерге һәм пайғамбарлардың атасы Ибрахим алейхиссалам жайлы айтатын боламыз. Ең бірінші Ибрахим алейхиссалам дүниеге келмес бұрын түрлі бал ашатындар келіп, Нәмрүд патшаға былай айтады: жұлдыздарға қарасақ, осы жылы күтпеген оқиға болайын деп тұр. Осы бір жыл ішінде сенің еліңде бір бала дүниеге келеді. Ол бала халықтың дінін өзгертеді және сенің билігіңді жермен жексен етеді. Сондықтан осы жылы туылған сәбилерді өлтір дейді. Ал Нәмрүд патша дереу қызметшілеріне айтып, ұлдарды өлтіруге бұйрық береді. Сол елде Азар есімді кісі өмір сүрген. Сол жылы оның әйелі Ибрахим алейхиссаламға жүкті болып қалады. Арада айлар жылжып өтіп жатты. Нәмрүд патша қорқып көріпкелдердің сөзін ұмыта бастайды. Тіпті бұйрығының күшін жойып жібереді. Сосын барып Ибрахим алейхиссалам дүниеге келеді. Ол туылғаннан бастап сәби емес ересектер секілдетін. Ибрахим алейхиссалам сөйте келе есейеді. Әкесі Ибрахим алейхиссаламға былай айтады: мұна бұттарды базарға барып сат дейді. Ал Ибрахим алейхиссалам әкесінің айтқанын істеуден басқа амалы болмай, бұттарды жақтырмай, құрметтемей сатып шығады. Ал адамдар бұл қылығын көріп, әкесіне ескерту жасай берген. Әкесі де Ибрахим алейхиссаламға қанша айтты. Бірақ та бір күні Ибрахим алейхиссалам бұттарға су беріп отырады. Әкесі: сен не істеп болсын? Олар су ішпейді ғой, мазағың ба дейді. Ал Ибрахим алейхиссалам: су ішпейтін не қылған құдайлар болар деген. Осылайша жылдар зуылдап өтіп жатты. Ибрахим алейхиссалам жұртқа бұттардың түкке тұрғысыз екенін айтады. Осы уақыттарда Ибрахим алейхиссаламға пайғамбарлық міндет берілген. Халық Ибрахим алейхиссаламның әкесіне бұттарды мазақтап жүргенін айтады. Ал әкесі баласына біраз насихат айтады. Ибрахим алейхиссалам осы сәтті пайдаланып, әкесіне былай айтады: естімейтін, не ештеңені көрмейтін, өзіңізге ешқандай да пайдасы жоқ нәрсеге неге табынасыз? Мен сізді тура жолға салайын. Шайтанға табынбаңыз, себебі шайтан хақ тағалаға қарсы дейді. Алайда әкесі өлгенше бұттарға табынған және кәпір болып өлген деп айтылған. Ибрахим алейхиссалам үйленеді. Бірде Ибрахим алейхиссалам Алла тағаладан ұл сұрайды және ол ұлды Алла жолында құрбан ететінін айтқан екен. Алла тағала Ибрахим алейхиссаламға Исмаил атты ұл береді. Ұлы Исмаил ер жетсе де Ибрахим алейхиссалам құрбан етуді ұмытып, түк болмағандай жүре берген. Бірақ Ибрахим алейхиссалам 7 күн бойы түсінде Исмаилды құрбанға шалып жатқанын көреді. Сосын Ибрахим алейхиссалам есіне түсіп, пышақпен арқанды алып, Исмаилды ертіп алады. Оны ібліс көріп, мұны Алланың әмірін орындамақ па деп көре алмай, Ибрахим алейхиссаламның әйелін, ұлы Исмаилды және Ибрахим алейхиссаламның өзін алдап, азғырумен болған. Үшеуі де Алланың әмірі деп ібліске мән бермеген. Ибрахим алейхиссалам Исмаилды жерге жатқызып, құрбан шалады. Бірақ пышақ өтпей қалады. Тіпті ұлы Исмаилды мойны ізі де қалмаған. Ибрахим алейхиссалам ашуланғаннан пышақты лақтырып жібереді. Ал пышақтың өткірлігі соншалықты, пышақ тастың ішіне кіріп кетеді. Сол кезде Алланың сынағынан сүрінбей өткеннен кейін көктен қошқар түсіріледі. Міне осы уақыттан бері малды құрбанға шалу қажет. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар.
сол кезде біздің осындай қызықты видеоларымызды ешқашанда жіберіп алмайсыздар. Ендеше сіздермен бірге болған мен Райымқұл Абдулнұрхамит, қызықты мәліметтер арнасы, сау болыңыздар.